Сәлем достар, кеше 23 қаңтарда Алматы қаласында жер сілкініс болды ғой. Сол жер сілкініс болған кезде адамдар сас қалақтап қалады ғой. Бұрын енді айтып жүрген кезде кішкене мән бермейсің да, содан кейін уже адамдар сас қалақтап қалып, не істерлерін білмей киіне салып, кейбіреулер киінбестен далаға шапқылап кетіп жатты ғой. Менде қызық болды. Отырдым, соң ойлап қойдым. Барлығы шығып жат. Тәубемізге келіп, бісмілләмізді айтып отырмыз. Содан кейін барып, елдің бәрі далаға шапқылап шығып жатқан. Қой, мен де шығайын дедім да. Далаға шықтым. Одан кейін айтты, 15 минут, бір сағатта қайтадан қайталанады, сағат 5-те қайталанады, 4-те қайталанады. Неше түрлі соцсеттен келіп жатыр ғой. Содан кейін үйге кіріп, қой, подругам звондап жатыр, частный үйге кел деп. Содан кейін алдым да шықтым. Сол кезде құжаттарыңды, өзіңе керек заттарыңды ғана ала салып, тез кіріп, тез шық деп сөйтіп енді ажиотаж болып жатыр ғой. Содан кейін кіріп, мен не алып шықтым көрсетейін ба? Чемоданды алып шықтым ғой. Мына чемоданды алып шығам. Чемодан болғанда кішкентай бұл. Кішкентай чемоданчыға. Осы чемоданды алып шығам. Енді бұның ішінде не бар деңіздерші? Қазір көрсетейін. Так. Қараңыздар. Рич детокс бар. Фульвагуминнің 3 түрі бар. Одан кейін мына жақта соль бар. Фульвагумин бар. Так, джива бар. И крем бар. Осылар салынғанды ғана алып жатырмын ғой. Сонда қараңыздар, мен енді обычный біреулер алтындарын алып жатады, ақшаларын алып жатады, киімдерін алып жатады. Мен жылы киінем да. Содан кейін осы чемоданды ала салам да шығам ғой. Неге деп ойлайсыздар?